Астанада 3-ші қазақстандық Киош 2013 халықаралық көрме конференциясы өтті. Көрмеге қатысушылар өнеркәсіп қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелерін ортаға салды. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын әлемде 270 миллион адам өндірістік орындарда жарақат алады екен. 160 миллион жұмысшы кәсіптік сырқаттарға шалдығады. Бұл проблемалар Қазақстан үшін де жат емес. Форумның ашылу салтанатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Әбденов осындай мәлімдеме жасады. Өкінішке орай, ондай жағдай біздің республикамызда бар. Енді еңбек жағдайында жарақат алған азаматтардың саны жыл сайын түсуі белгіленіп отыр. Мысалы, осы 20 жылдың ішінде біз ол жағдайды 3 есе кеміттік деп айтуға болады. Ол енді үлкен жетістік. Бірақ кәсіби аурулар жағынан өкінішке орай әлі күрделі жағдай бар. Киош жұмысы көрме және конференция секілді екі секцияға бөлінді. Ұйымдастырушылар көрмені ауыр жұмыс пен зиянды факторларға байланысты өндірістік қауіпсіздігі мәселесіне арнады. Бұл жерде қорғаныш костюмдерін, арнайы киімдер мен техникалық қондырғылар өндіретін компаниялар өз өнімдерімен таныстырды. Дәл осы уақытта Киош конференциясына қатысушылар еңбекті қорғау саласында жинақталған іс тәжірибелер мен жетекші компаниялардың алдыңғы қатарлы тәжірибелерін талқылап жатты. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін елеп ескермеу орны толмас қайғыға кеп соқтыруы мүмкін. Отырыста Қазақмыс тобының жұмысшылар еңбегін қорғау бағытында атқарып жатқан шаралар ерекше сөз болды. Компания жыл сайын қауіп-қатерлер реестрін жасайды. Бұл тізілім барлық деңгейде әсіресе басшылар тарапынан мұқият бақыланып отырады. Мәселен, 2010 жылы аталған тізілімге 3 экстремалды қатер мен 15-тен аса жоғары қатер енгізілген. Қазақмыс тобы қауіпсіздік, еңбекпен қорғау және экология департамент директоры Игорь Рахимовтың айтуынша, компаниядағы ең көп тараған төтенше жағдайдың бірі тау массасының опырылып құлауы. Өткен жылы осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында 111 дана арнайы қондырғы сатып алынды. Сонымен қатар компания жер астында жұмыс істейтін жұмысшыларды радио байланыспен қамтамасыз етуді бастады. Бұл еңбек персоналының қозғалысын қадағалап, олармен байланыс орнатуға және қажет болған жағдайда оларға тиісті көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл шаралардың мақсаты өндіріс жарақаты мен өлім-жітім көрсеткішін жою болып табылады.